сәлеметсіңдер ме балалар? 3-ші сынып 1-ші бөлім 4-ші сабақты бастаймыз. Үштаңбалы сандарды ауызша қосу және азайтуды үйренеміз. Бірінші есепті шығарайық. Мына сандардың моделін жаса, жүздіктерді, ондықтарды және бірліктерді қандай да бір заттармен, фигуралармен белгіле. Осы сандар туралы айтып бер дейді. Біз жүздікті домалақ, ондықты төртбұрыш, бірлікті үшбұрыш фигурасымен белгіледік. Бізде 100 саны берілген, 220 саны берілген, 324 саны берілген. 100 санында бір жүздік бар. Яғни жүздік белгісі бізде домалақ, бір жүздік. Келесі санда 220 санында 2 жүздік бар, домалақтан екеу. Ондық бізде екеу, ондық бізде төртбұрыш, 2 төртбұрыш, бірлігі бізде 0. Сонда бізде 2 жүздік, 2 ондық, 2 домалақ және 2 төртбұрыш. Келесі санымыз 324. 300 жүздігі 3, яғни 3 домалақ. Ондығы 2 төртбұрыш фигурасын саламыз. Бірлігі 4. 3 бұрыш фигурадан 4-еу саламыз. Сонда бізде 324 саны белгіледік фигуралармен. Келесі есеп бізде сан сәулесінен жиындар шешімін көрсет. Осы жиыннан 5 санды ата. Сан сәулесі сызылып, бізде осы сан сәулесінен белгілеуіміз керек. X кіші 100 санынан. Міне жаздық 100 санын. Енді 100 саны бізде үлкен, демек 100-ден кіші санның барлығы X-тің мәні. Келесі 220 саны X-тан кіші. X-тің мәні 220-дан үлкен санның барлығы X-тің мәні болып табылады. Сызықша арқылы көрсетейін. Келесі 324 үлкен X-тан. X, яғни кішкентай 324 санын белгіледік. Бұдан кіші санның барлығы X-тің мәні болып табылады. Енді осы жиыннан 5 санды ата дейді. Яғни біз жазайық. X-тің орнына кез келген санды қойып. 5 үлкен 100. 10 үлкен 100. 28 үлкен 100. 48 үлкен 100. 84 үлкен 100. Келесі 220 бізде кішкентай, X-тан үлкен. Яғни X-тің орнына сан қойып жазайық. 300 үлкен 220-дан. 440 үлкен 220-дан. 520 үлкен 220-дан. 770 үлкен 220-дан. 944 үлкен 220-дан. Келесіге мысал келтірейік. Кез келген 5 санды жазып, 324 саны бізде үлкен, яғни X-тің мәні кіші. 18 бізде былай көрсетілген екен. 324 үлкен 18-ден. 324 үлкен 85-ден. 324 үлкен 150-ден. 324 үлкен 180-ден. 324 үлкен 240-дан. Міне осылай есепті шығарып аламыз. Келесі бізде екінші есептерді түсіндіріп шығаруымыз керек. 678 қосу 2. Бізде бұл жерде бірліктерін бөлек жақшаның ішіне қосып алады екенбіз. Сонда біз 670 бірліктерін жақшаның ішіне бірінші қосамыз. 8 қосу 2 тең 10. Енді мына жаққа қайта жазамыз. 670 қосу 10 тең 680.
келесі есепте де дәл осылай шығарамыз. Бірліктерін бөлек жақшаның ішіне қосамыз. Сонда біз 790 жазамыз, сосын бірліктерін қосамыз. Бұл жерде де 10 болады. Сонда 790 қосу 10 тең 800. Келесі есепті 992, 8 бірліктерін жақшаның ішіне бөлек қосып аламыз. 10 болады. 990 қосу 10 1000 болады. Енді азайту белгісі 680, азайту 2. Бұл жерде бір ондықты бөлек шығарып аламыз. Себебі екі бірлікті азайту үшін. Яғни 680 тең болады 670 пен 10-ның қосындысына. Яғни 670 қосу 10 міне жазылды. Бұл 680-ге тең. Азайтамыз 2 бірлікті. Енді осы 2 бірлікті азайтамыз. Жақшаның ішіне 10 азайту 2. 8 болады. Міне 670 қосу 8. 678. Мына жерде 800 дегеніміз тең болады 790 мен 10-ның қосындысына. Міне 800 дегеніміз осы. Азайтамыз 9-ды. Енді жазамыз 790 қосу 10 азайту 9. 791. Келесі 1000 азайту 1000-ды 1000-нан 8 бірлікті азайту үшін бір ондықты бөліп аламыз. Сонда 990 мен 10-ның қосындысы. Міне 990 қосу 10 бұл 1000 болады. Азайтамыз 8 бірлік. Енді 10-нан 8-ді жақшаның ішіне азайтамыз. 990 қосу 10 азайту 8 бұл 2. Сонда 992 болады екен. Үшінші есепті шығарайық. А есебіне мән берейік. 576 қосу 4. Түсіндіре отырып шығарайық. 576, яғни біз бірліктерін қосамыз, бөлек қосамыз. Сонда біз 500 бірлігін бөлек алғанда 570 деп жазамыз. Міне 570 қосу жақшаның ішіне бірліктерін жазамыз. 6 қосу 4 бұл 10 болады. Сонда 570-ке 10-ды қосқан кезде 580 болады. Келесі 593 бірлігін бөлек қосамыз. 3 пен 7-ні бөлек жақшаның ішіне қосып аламыз. Сонда біз 590 жазамыз. Жақшаның ішіне 3 қосу 7. 10 болады. Сонда бізде жауабы 600 болады. 3 қосу 547. Яғни біз бірліктерін бөлек қосамыз. Жақшаның ішіне міне жазылды. 540 қосу 10. 550 болады. Дәл осылай шығарамыз қосу амалдарын. Енді азайту амалын түсіндірейін. 1000 азайту 7. Бізде бірлігі 0 болып тұр. Сондықтан біз 10-дықты бөлек шығарамыз. Сонда 990 қосу 10 бұл тең болады 1000-ға. Міне 990 мен 10-ның қосындысы 1000-ға тең. Осылай жазып аламыз. Жақшаның ішіне азайту 7. Яғни 990 қосу 10-нан 7-ні азайтамыз. Бізде 3 қалады. Енді 990-ға қосамыз. Сонда 993 болады. 790 азайту 6. Бұл жерде тоже солай. 780 мен 10-ның қосындысы 790. Азайту 6. Сонда біз 10-нан 6-ны бөлек жақшаның ішіне азайтамыз. Жазамыз 780 қосу белгісі қойылады, себебі біз мына жерде 780 мен 10-ның қосындысы деп бөлек алдық. Яғни біз жақшаның ішінде 10-нан 6-ны азайтамыз да шыққан санды 780-ге қайтадан қосамыз. 10 азайтамыз 6, 4 қосамыз 780-ге 784. Дәл осылай есептейміз. Қарап түсініп шығарып алыңыздар. А есепті шығарайық. 567 қосу 3. Яғни бұл жерде тоже бірліктерін бөлек жақшаның ішіне қосамыз. Сонда біз 560 қосу жақшаның ішіне бірліктерін жазып қосамыз. Бірліктері 10 болады. Сонда 560-ға 10-ды қоссақ 570. 439 қосу 1. Яғни 9 бірлігімен
бір бірлікті жақшаның ішіне қосамыз. Сонда біз 430 қосу жақшаның ішіне бірліктерін қосамыз. Бірліктердің жауабы 10 болады. 430 қосу 10, 440. Ары қарай осылай түсініп шығарамыз. Төртінші есептеу тәсілін түсіндір. Бізде 468 саны берілген. Қосу 7-ге. Біз жауабын мына бос орынға жазамыз. Жауабы бізде 475. 475. Енді 468-ге қосамыз 2-ні. Мына стрелка бағыты көрсетілген. 470. Демек, бұлай қарай жүреміз. 470-ге 5-ті қоссақ 475. Есебіміз дұрыс. Келесі 622 азайту 6. Сонда 616. Енді бұлай қарай жүрейік. 622-ден 2-ні азайтсақ 620. 4-ті азайтсақ 612. Есебіміз дұрыс. 302 азайту 9. 293 болады екен. Енді 302-ден азайтамыз 2-ні. Жауабын мына жерге 300 деп жазамыз. 300-ден 7-ні азайтсақ 293. Дұрыс. 876 қосамыз 8-ді. Сонда жауабы 884. Енді төмен қарай 876 қосу 4. 800. Енді жоғары қарай көтерілеміз. 800-ге қосамыз 4-ті. 884. Есебіміз дұрыс. Келесі бізде 5-ші есепті шығарамыз. Кері есеп құрастыр. Тәжірибелі метеоролог бір жылда 240 болжам, ал көмекшісі одан 115-ге кем болжам жасады. Олар жыл бойы бірге қанша болжам жасады? Соны табуымыз керек. Метеоролог 240 болжам, көмекшісі 240-тан 115 болжам кем жасады. Табу керек бізге бұлар қанша? Жыл бойына екеуі бірге қанша болжам жасағанын табуымыз керек. Шешуі 240 азайту 115. Сонда жауабы 125 болады. Көмекшісі 125 болжам жасалғаны табылды. Енді барлығын табуымыз керек. 240 қосу 125. Сонда 365 шықты. Олар жыл бойы бірге 365 болжам жасады. Дәл осы есепте кері есеп құрастыр делінген. Кері есеп құрастырайық. Берілгені метеоролог пен көмекші жалпы барлығы екеуі бірігіп 365 болжам жасады, көмекші 125 болжам жасады. Сонда метеоролог қанша болжам жасады? Барлығы 365, көмекшісі 125 болжам жасады. 365-тен 125-ті алғанда 240. Метеоролог 240 болжам жасады. Сонда жауабы метеоролог бір жылда 240 болжам жасады. 6-шы есеп. Бірінші мысалдарды шығар. Олардың жауабын пайдаланып, келесі мысалдардың жауабын жылдан пайдалан. Бізде бірінші есеп міне 650 қосу 40 азайту 390. Жақшаның ішін бірінші орындаймыз. 690 азайту 390 тең 300. Келесі есептің біріншісі 560 азайту 100 қосу 60. 560 азайту жақшаның ішінде 160 тең болады 400. Келесі есептің біріншісі 810 қосу 90 азайту 100. Жақшаның ішіндегісін қосамыз 900, азайтамыз 100-ді 800 болады. Енді астындағы есептерді жылдам есепте делінген. Бұл жерде айырмашылығын қарайтын болсақ, мына жерде 10 сан артық. Мына жерде 650, мына жерде 660. Демек, мына жерде 300-ге қарағанда, мына жерде 10
жауабында 10 сан артық көрсетілген. Сол жағынан айырмашылығын қарап жылдам есептеуімізге болады. Мына жерде мынаған қарағанда 10 сан артық берілген, 670. Демек жауабында бұда да 320. Алдыңғы есепке қарағанда 10 санға жоғары. Осылай есепті түсініп шығар. 7-ші есеп. Балалар күн райын бір апта бойы бақылады. Кестеге қарап сұрақтарға жауап беріңдер. Жел болған күндерді атаңдар, жаңбыр жаумаған күндерді атаңдар, жаңбыр да, жел де болмаған күндерді атаңдар. Бізде кестеде жаңбырда дүйсенбі, бейсенбі 2 күнге қосу белгісі қойылған. Ол күні жаңбыр жауған. Жел болған күн сейсенбі және сенбі күндері, басқа күндері жел болмаған. Енді сұраққа жауап берейік. Жел болған күндерді атаңдар. Жел болған күндерді атаңдар. Жел болған күндер бізде сейсенбі, сенбі. Сейсенбі, сенбі. Жаңбыр жаумаған күндер. Жаңбыр жаумаған күндер. Бұл жерде азайтумен көрсетілген. Жаңбыр жаумаған күндер. Сейсенбі, сәрсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Сейсенбі, сәрсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Енді жаңбырда, желде болмаған күндерді жазу керекпіз. Яғни жаңбырда, желде болмаған 2 күнде де азайту белгісі қойылған. Сәрсенбі, жұма, жексенбі. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.